Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз каналымызда жазықсыз жүрек телехикаясында Гүлизар рөлін сомдаған актриса туралы мағлұмат беретін боламын. Ақпаратты тыңдамас бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер. Шын аты Мерве Ердоған. 1991 жылы 22 маусымда Түркияның Нигде қаласында дүниеге келген. Мимар Синан атындағы бейнелеу өнері лицейі мен Кадир Хас университетінің театр бөлімін бітірген. Мерве Ердоған сонымен қатар Мүждет Гезен өнер орталығында, Садри Алчик театрында және Үскüdar музыка қоғамында білім алды. 1999 жылы Сезер Губинерил және Юнус Булбулмен бірге ойнаған Бұжыр Қады телехикаясындағы Зелиш рөлімен танылды. Мерве Ердоған ол жылдар бойы өзін жетілдіріп, актерлік оқуын жалғастыруда. 2007-2011 жылдар аралығында ол жоғары сынып оқушыларының басынан өткен проблемалар туралы Хамди Алканың режиссерлігімен түсірілген артқы қатар телехикаясында 160 бөлімінде Эда рөлін сомдады. Ол телехикаяда Елин Яр, Пулен Четин Аслан, Синем Өзтүрк, Барш Алтай, Перин Акил, Гурбей Иллери, Денис Сарбаш және Фырат Чологумен бірге ойнады. Цепдалук телехикаясында Гонжа Обалжаныс сомдады. 2017 жылы көрсетілген Ялаза телехикаясында Бүржу Ақтүрік рөлін сомдады. Сонымен қатар 2016-2018 жылдары Жазықсыз жүрек телехикаясында Гүлизар рөлін сомдады. Ал жеке өміріне келетін болсақ, 2020 жылы Мәрт деген жігітке тұрмысқа шыққан, бір қызы бар.